үлкен бір мұнайдың ескі башокты үлкен болады, 150 тоннаның атырапында башок. Жүгіріп бара жатқан кезде аяғымда іліп қалды, алды қарап ынтылып жығылдым. Екі аяғым шауып кетті. Простыняны ашып қарасам, уже аяғы жоқ. Өмір жолдасын тастап кетеді, не қылады деп ойлайды ғой, не қыласың деп. Өмір жолында жығылмау емес, жығылғанда қайта аяққа тұра алу ахметлі. Кейде өмір бізге күтілмеген сынаулар береді, сабырымызды сынайды. Міне сондай ойлы бәлент өмір жолында жеңілместен, харекеттен тоқтамау хақиқи қаһарманлық. Сен аяғың жоқ деп сен отырма, болды иін үстіне ұста дейді, көтеріп алып кетеді. Жора жолдасың жақсы болса, қиын болмайды екен, негізі. Мен Бабаниязов Арсланбек 1989 жылы туылдым. 2014 жылы бақытсыз қасиет себебі екі аяғымнан айырылып қалдым. Уақиға жүз бергенде үлкен бір мұнайдың ескі башокты үлкен болады, 150 тоннаның атырапында башок. Екі есік бар еді, кіретін тесігі. Соның біріншісі ярымы жауылды, уже мұнайға екіншісі ашық еді. Ашып қойған кезде соған қарап жүгірдім мен. Сол есіктен шығып кетемен деген ойменен жүгіріп бара жатқан кезде сол стекловаттың сымы аяғымда іліп қалды, алды қарап ынтылып жығылдым. Содан кейін артымнан келіп екі аяғым шауып кетті. Содан башоктың артында қалдым. Қасымдағы балалар әммесі шоққа түсіп қалды. Общий 4 сағатта башоктың астынан шықтым. Шыққаннан кейін барып аяғымды көріп, оқ дедім. Уже екі аяғым жаңағыдай езіліп жатыр. Уже аяқ пайдасы болмай қалды, кесуге мәжбүр болған. Ауылдан әкем барған, барлығы рұқсат берген. Өзіме келдім, өзіме келгеннен кейін простыняны ашып қарасам, уже аяғы жоқ. Сол кезде бір не болдым. Қиын болды. Дейін біріншісінде. Ауылға келдім, үйге келдім. Сөйтіп, әммесі айран қалып, не қылып әке-шешемнің арқасында өмір жолдасым барлығы қоллап, қуатылап. Әсіресе жора жолдасларым. Әммесі күнде халымнан хабар алып, жораларыма көп рахмет айтамын. Әммесі ізімнің больницаға келіп, больницада ізімде отырған. Бәрі жақсы, уайымдама дейді. Құдайға шүкір, жақсыман деп. Армейский дейміз ғой енді. Оларға келді. Қарақалпақтан 25 бала болып кеткен болсақ, соң 23 бала келіп хабар алды. Бір күнде келді, әме 23 бала. Врачтар айран қалады. Сен өзі бұрын не болып істедің? Қандай адамсың сен дейді маған. Неге ізіңнен сонша адам келіп тынбайды? Неге сен тек сенің ізіңнен келе береді деп. Күнде кеште класстың балалары, жора жолдасларым әмесі келеді. Олар футболға барады, футболға барса жүр, үйінде отырма деп коляскаменен отқан болсам алып кетеді, машинадан салып. Аппарат футбол көріп отырамын. Олар футбол ойнайды, мен футболға қарап отырамын. Қасында зритель болып барып, сөйтіп не қылып жүрдім. 2 жыл төсекте жатқан болсам, коляскада жүрдім, не қылдым 2 жыл. Ондай жүдә деп көп араласпадым, бірақ та жаңағыдай жора жолдасларым келеді. Давай дейді, кейін дейді, бүгін дейді, біздер дейді, кафеге барып отырамыз дейді. Қой, кафеге бармаймын мен, яқ деймін. Қойса дейді, екеуі көтеріп алады, әкетіп қалады. Сен аяғың жоқ деп сен отырма, болды иін үстіне ұста дейді, көтеріп алып кетеді. Жора жолдасың жақсы болса, қиын болмайды екен, негізі. Екі аяғым айырылған кезде бір баланың әкесі едім мен. Сол кезде уже болды, енді жаңағы қиын маған, өмір жоқ деп ойладым енді. Болды, енді награммен жасамайман, не алмайман деп бірінші нәуетте өмір жолдасын тастап кетеді, не қылады деп ойлайды ғой. Айттым мен, не қыласың дедім. Яқты, мен сенің екі аяғың бар кезіңде тидім, біздерді бағаман деп, сол екі аяғынан айырылдың. Болды, біздер мен сенменен әмеше әмме затты тең көреміз деп. Ой, ауыр болған мен үшін қаттыға. Есіткенде, көргенде оны қатты ауыр ахуалға түскенмін, шоққа түсіп қалғанмын. Анандай бір затларды істеп жүріп, ұмытып қалатын дәрежеде болып қалғанмын да. Мысалы өзінің аяғымен кеткен зат, анандай ахуалда келіп тұрған соң, әйел адам үшін ауыр, бәрібір еркектің неғаны орны бөлек қой, бәрібір шаңырақта. Ажырасуды ойламағанмын, бірақ сол көп есіткенмен ондай сыртымнан гәп айтқанлар болған, кетіп қалады, ажырасып кетеді ғой деп, ондай дәрежеде болып қалды ғой енді күйеуі деп та.
мен бірақ озат дегенше оны нервіме алмағанмын өзім. Білмеймін не себеп анам нетті деп ойлаймын өзім. Себебі анам айтатын еді да, қара күйеуіңе қара деп айтатын еді. Бір анам қайтыс болды, 2 жыл болды. Арслан өзім айтады. Соғапар апам ақыл берді ғой саған. Анамның тура тәрбиесі дейді, болмаса қашан кетіп қалар ең деп айтады өзі де. Соғалар анам айтатын еді, қара өзіңе күйеуіңе қара деп, ерім бірімде күйеуің бол деп айтатын еді да. Сол өзім айтады, апамның ақыллығынан несінен сен сөйтіп қалдың, болмаса қашалар кетіп қалар ең сенем деп. Екеуміз нелеріміз бәрі, характеріміз, неміз бәрі тура келді деп ойлаймын. Құдайға шүкір бақытлы шаңырақ болып отырмыз. Ашуланып қаламыз, не қылып қаламыз, қош, оны қойып тұршы, қош, анау дейді, қош, жақсы, Иса болады. Мен айтсам, ола маған айтады, Иса болады. Мысалы, ұрысып қалдық ба, енді бәрі аял адам айтқан затынан қалмайды, не қылмайды. Соның үшін еркек адам астейін, yaxshi дейді да, естен шығып кету керек болған. Бәр кезде хәуірінен қайтып өз, бәрібір келіп. Келдің, ауа келдім, жақсы отсам, жақсы отпен болған. Сонымен кете береді ол шаңырақ. Қиыншылықтан, жеңілдіктен бірге нетеміз. Бәрі азаматым ғой, құрмет етемін соң үшін. Балалардың әкесі, семьяның басшысы. Шүкірлік етемін, бәріне де перзентлерім бар. Бақытлы шаңырақларымыз, Құдайға мың қатты шүкір, бақытлымын. Бәрібір жаңағыдай үйдің үлкені болып жаңағыдай бөлектеніп шығып кеткенімізбен күнде жаңағыдай телефонда әкемізбенен, анамызбен сөйлескенмен бәрі күйеулі толмайды, не қылмайды. Әкем келеді, болмаса мен өзім барамын, көшеде шығамын, балаларын оқуға жіберемін, жіберіп үйге кел дейді, әбетленеміз дейді. Үйге барып, сояқта бірге әбетленеміз, не аламыз айтып, бәріміз отырып. Аяғымнан айырылғаннан кейін үйде құр жатып қалмау үшін өзім үстінде түрнек істеп басладым. Кәшкеде тас істеп жатырмын. Велоспортқа қарағанда сол тасты өзіме жақсы деп көрдім. Қазір таспен шұғылданып жатырмын. Балаларымды ауқат жайын беріп, оқуға жіберемін. Бала-шағам азында жұмысқа кетсе, әбетте бала-шағам келемен дегенше уже балалар оқуға кету керек. Соларды жіберіп қойып, өзім әбеттен кейін түрнекпен шығамын. Бос кездерімде такси компаниясында диспетчерлік алып барамын. 2 аяғым жоқ болып тұрып, велосипед айдай аламын мен өз үстінде деп, заманауи протезбенен 3 жыл велоспортта түрнек істедім. Қарақалпақстан бойынша сыйлықлы бірінші орындарды алдым. Олимпийский колледж бітіргеннен кейін өз үстінде үйде құр жатып қалмау үшін таста шұғылданып отырмын. Жарысқа енді орын алмай қалсаң, ата-анама не қыл деймен, ана жора жолдасыма не қыл деймен деген не болады адамда бір жүждан дейді ғой, бір арланып не қыласың, соның үшін өз үстіңде істеп, сол қалаймасымен ұтуым керек жарысқа шығасың. Мен де ең бірінші жарысқа қатынастым, сол ядродан бесбасламада қатынасып басладым. Сол кезде өз үстінде құр істеп жүрдім, жаңағыдай ауылдың балаларменен біргелікте. Күресте балалар шуну істейді, солармен біргелікте қасында отырып істеп жүрдім, тас істейді, не қылады, сөйтіп істеп жүріп, Құдайға шүкір, қолымда аяғым жоқ болғанмен қолымда күшім бар ғой деп ұсыныс берілді. Мынандай бесбасламан пара спорт жарысы бар. Соған қатынасам ба деді. Қатынасамын дедім. Ядро түрінен Кегейлі районында бірінші болып өткен жарыста сыйлықлы бірінші орынды алдым. Бірінші анама звонок еттім. Содан әмесі қуанып, не қылып. Балаларым бәрі қуанып, папам орын алды, не қылды деп. Балаларым алдыма жүгіріп шығады, медалдарымды алып, не қылып қуанып жүреді. Басқаша сезім болады да бәрі. Құрып өйтіп үйімде жатқаннан гөрі спортпен шұғылданғаным абзал деп білдім. Әкемем палуан болған, спортқа әмеміз, семейный бұрыннан қызығушылығымыз бар, сол бойынша. Содан кейін енді мен көресе алмаймын, не аламаймын, онdan гөрі басқа спортпен шұғылданайын деген не болды да. Әкем күрес бойынша шұғылданған, інімем күреспен шұғылданды, мен өзім аяғым бар кезде менім шұғылдандым. Қазір аяқ жоқ болған себеплі, сол таспенен, неменен, қолымнан келетін шынуымен істеп, сол спортпенен
өзімді әйтеуір нәтижелерін көрсеткім келді. Енді тренировка істеп болып үйге барсақ, бір хәз етіп, бір жеңіл болып отырамыз. Тренировка істемеген күнің бір қара зіл басып, залға келіп тренировка істеген кезде бір адам бір жеңіл сезіледі өзі. Настроениең нормально болады. Үйіңде жатсаң, жата бересің, әр затты ойлап, ананы ойлайсың, мынаны ойлайсың. Ол затларды өтті басымыздан, бәр заттан көріп жатырмыз. Награман деп үйіңде жатып, жеңіліп қалуға болмайды деп ойлаймын. Жатқаннан гөрі лучше бір затпен шұғылданған мақұл. Бірінші жерде жаңағыдай ауруман деп құрдан-құр жатпау керек. Адам өз үстінде әйтеуір әрекет етіп істесе, әмме зат әсте жетістікке ерісіп бара бересің. Ол анау келеді, мынау келеді деп өйтіп жатқанмен, не қылғанмен ешқандай пайда жоқ. Өзің зиян келтіресің. Алды қарап ынтылмаса, ешқашан нәтиже болмайды. Тренерскийге сертификатқа ұсыныс беріп қойған. Құда қаласа январ айында сертификатқа оқимын, одан кейін велоспорт бойынша тренер боламын. Наградалардың үйлеріне барып, мен өзімнен мындай көріп тұрсам, мен екі аяғым жоқ. Сенде Құдайға шүкір аяғың бар. Сен не үшін налисың? Менде екі аяғым жоқ болып тұр. Мен сол затты істедім. Сен істей аласың. Награманда құр үйіңде жатып қалғанымен пайдасы жоқ. Награн емес, дені сау адамлар бар, не бір жатырды. Сен ынтыл, өзің үстінде істе деп наградалармен көріп, танысып, дізімге алып қойыппан. Құда қаласа ертең сол сертификатын алсам, велоспорт бойынша тренер болып өтемін. Алдым спорттан қорқатым мен. Өзім бойым кішкентай, қолым кілтай, сенімсіз әкеліп көрсетті, андағып шынығасың, андағып істейсің деп қорқатым көшеге шығуға. Мына мені көрген адамдар не қылады. Қазір қорқпайтын болдым. Өзім үстімді істейтін, өзім харекет етіп, аяқ қолым бар, істей аламын деп, сол жарысқа келіп істеп жатырмын. Сезімдерін білдіре алмаймын енді, жылап жүрмін. Елбасымызға рахмет. Сол беріп жатқан имканатлар, сол арқасында жарысқа барып жатырмыз. Параспортқа беріліп жатқан имканатлар жүдә көп мәліметімізде. Даже қазір енді үйімізден тренерлеріміз өздері үйімізге келіп, көлігіменен келіп, алып кетіп, алып барып жатырды. Прайзіне салып береді. Прайзіне салып бергеннен Ташкентке барып, жарысқа барамыз. Жарыс жатақхана не бәрін тәмінлеп берді. Hamma шариғатлары бар да, имканат бар. Себебі өздері қатты дым күш беріп қойыпты спортқа. Тек оларды күтеді, нәтиже күтеді болған. Жаңағы спортты наградаларды қолдап жатқан ел басшыларымызға көп рахметлер айта аламын. Әйтеуір біздерден үйлерімізде құр жатып қалмау үшін әйтеуір мотивация етіп, алдыға ұмтылуымызды сол ел басшыларымыздың қызметлері ең жоғары деп ойлаймын. Мақсат Құда қаласа чемпион болу, қанекей сол Олимпиадаға қарап Құда қаласа Азия чемпионы болу мақсатымыз. 2023 жылдан бері пара-пауэрлифтинг спорт түрімен тренерлікпен шұғылданамын. Бабаниязов Арслан Қарақалпақстан кубогының чемпионы болып келді. Спорт жағында да, инсанилік жағында да, рухи жақтан да бұл күшлі инсан деп ойлаймын. Сен өзің істей алатұғын, өз алдыға ұмтылатұғын, мақсат қойып, һәм соған жетісетұғын инсан деп ойлаймын. Сенсациялық қызметлерін келіп жаңағыдай көріп, не қылып, тұрды, хабар алып, не кемшілігің бар, нең бар, протезіңде не болып жатыр, коляска не болып жатырды. Кем-кемнен жеңілдесіп, жаңағыдай имканат болып жатырды. Қатты қуанышылмын. Бабаниязов Арслан протезбен тәмінленгеннен соң, оның яғни сол протезден нәтижелі пайдаланып, Қарақалпақстан Республикасы көлемінде, Өзбекстан Республикасы көлемінде бір қанша жетістіктерге ерісіп, қазіргі күнде сол велоспорт бойынша Орта Азия чемпионатына жолдама алуға ерісті. Құрметті президентіміз әрдайым айтады, инсан қадірі. Хақиқатында да инсан қадірінің ұлы екенлігін сезіндім. Өмір барысында не нәрселердің қадіріне жетті. Көп заттың қадіріне жетеді ғой. Адам бір қатты қиналып не қылмаса, заттың қадіріне бармайды деп ойлаймын. Енді мен әмезаттың қадіріне жеттім. Бірінші аяғым қадіріне жеттім. Көп заттың мен қадіріне жеттім әйтеуір. Жасау үшін жаңағыдай мақсат етіп, ұмтылып жатырмын өзім үшін. Мен енді үш баланың әкесімен, басқаға керек емес болсам, сол ұлларым үшін керекпен, өмір жолдасыма керекпен, әке-шешеме керекпен деп ұмтылып жатырмын алдыға. Баяғыда әке-шешелеріміз бақыратын еді. Мың сен үлкен өзің әке-шеше бола ғой, бәрібір сен әке-шешең үшін
кішкене еле баласаң да, бала болып қала береді екенсің да бәрібір. Мен сол нәрселерді көп аңладым. Себебі үйде отырып жаңағыдай оқудан неге кеш келіп жатсаң, не қылып жатсаң, не істеп жатсаң, бүгін не қылдың, неге не қылып жүрсең деп жаңағыдай сұрап неғылып. Сөйтіп отырсаң, біздерден сөйтіп жаңағыдай уақытында әкешемізді сөйтіп жүргеніміз үшін жаңағыдай не қылады екен ғой деп ойланамыз да, түсініп жатырмыз. Мен үшін бақыт ең бірінші очередь әкешең алдыңда аман болса, соның өзі үлкен бір байлық. Ұлларың, өмір жолдасың қасында болып, жаңағыдай қолдап қуатлап тұрса, сол деп ойлаймын. Ең үлкен бақыт, байлық, ақшаның да, ненің де сатын керегі жоқ. Соның өзі үлкен бір байлық та. Шүкіршілік етіп жасау керек, ешқашан Құдайға оған алып не қылудың керек емес деп ойлаймын. Әр тараплама қаһарман деп айта аламын. Өмірде де қаһарман бұл инсан. Арсланға қарап отырып, айрым оқылар үлгі аламын. Ақиқи қаһарман. Енді сол Арсланменен қазір танысқанымызға май айынан бастап таныстық қой, енді осы жерге келіп басылып алға ұмтылушылығынан үлгі алған болар едік. Себебі имканияты шекленген болса да сол алға қарай ұмтылады. Соған қарап сол жағынан үлгі алған болар еді. Ізіне ертіп сол өзі лидерлік жағынан, сол жағынан қаһарман деп есептей аламын. Мен Арслан ағаны қандай да бір күш барлығын, ішкі дүниясында қандай да бір рухиятында, ішкі дүниясында бір күш барлығын сеземін. Әр тарифлеме әрдайым тыншымайтын аға деп білемін. Әмме заттан жаңағыдай не дейді бір қатты қиыншылығын несін көрмесең, саттан қадіріне жетпейді екенсің. Ертең ұлларым көрген кезде мақтанып айта алатындай үлгілі сондай әке болу үшін өз үстінде сөйтіп істеп жатырмын да. Еліміздің байрақтарын бір бәленділерге көтеру, несіп еткей деп елдің байрағын бір бәленділерге алып шықсаң.